сәлем, бүгін ораманан немесе ханым жасаймыз. Ең алдымен ұнымызға бір жұмыртқа, тұз, шағу май және де салқын су қосамыз. Салмасы менде сиырдың фаршы, пияз, картоп және де тұз бен қара бұрыш. Қамыр 30 минут тыныққаннан кейін екіге бөліп осылай жайып аламыз. Және де мен қамырдың ортасына жағуға қолдың сары майын қолданатын боламын. Шағу май қолдансаңыздар да болады. Осылай жағып алып, одан кейін ортасына начинкасын салатын боламыз. Начинкасын аямай салып, осылай орап, содан кейін шағу май жағылған мантаваркамызға салып 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне осымен менің кешкі асым дайын. Егер сізге видео ұнаған болса, қолдап лайк басып тіркеліп кетіңіз.